Сәлем достар, қазіргі таңда хит болып жатқан черешня в шоколаде жасайтын боламыз. Ең алдымен бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен черешнямызды жақсылап жуып алатын боламыз. Одан кейін осылай салфеткалардың көмегімен кептіріп аламыз. Кейіннен осындай плиточный шоколад алатын боламыз. Молочный шоколад алсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болады. Осылайынан бөліп ыдысымызға салып алатын боламыз. Үстінен азғантай ғана сұйық майымызды құйып, микроволновкада ерітіп аламыз. Шоколадымыз осылай біркелкі болып еріп шығу керек. Осылайынан черешнямыздың таяқшасынан ұстап, шоколадқа матырып алатын боламыз. Асты жағы қатты маңызды емес, сондықтан да астының шоколадын осылай кішкене алып тастайтын боламын. Барлық черешняларымызды рет-ретімен осылайынан жасап алатын боламыз. Менде черешнялар осылайынан шықты. Енді бананымызды шоколадқа аунатып осындай кондитерский қағаздарға салып қоятын боламыз. Одан кейін барлығын алып морозилкаға 10-15 минутқа қатырып алатын боламыз. Мінекей черешняларымыз қатып шықты. Осылайынан жасап, өз қолдарыңызбен жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Немесе бизнеске айналдырсаңыздар да болады. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Лаура. Келесі видеода кездескенше.